Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бірге ауыздан шығатын жағымсыз иіс жайында тақырыпты қозғамақшымыз. Оған дейін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді өтінемін. Ауыздан шығатын жағымсыз иіс кім-кімге болсын жағымсыз, ыңғайсыз. Кейде адам баласы оны өзі сезбей қалуы мүмкін. Сондықтан ол иістің неден пайда болып жатқанын анықтап алған дұрыс. Ең басты себептерінің бірі бұл ауыз қуысы мен тіс гигиенасын дұрыс сақтамағаннан пайда болады. Ауызды күніне ең аз дегенде 2 рет жуып отыру керек. Таңертеңгісін кешкі жатардың алдында. Себебі біз тамақ ішкеннен кейін ауызда, тісте қалған тамақтың қалдықтары таңертеңгісін оянған кезде осындай жағымсыз иістерді беруі мүмкін. Екінші себеп бұл қызыл иек немесе тіс мәселесі. Егер жоғарыдағы әрекеттен кейін жағымсыз иіс шыға беретін болса, онда тіс дәрігеріне көрінгеніңіз абзал. Пародонтоз кезінде осындай жағымсыз иіс шығады. Пародонтоз дегеніміз бұл тістің ұстап тұратын ұяшықтарының жойылуы. Мұндай ауруға шалдыққан адамдардың тіс пен қызыл иегінің арасында кішкене тесіктер пайда болады. Артынан сол тесікке түрлі микробтар жиналады. Әрине ол тамақ ішкеннен кейін жаңағыдай тамақтың қалдықтары да сол жерге жиналатын болады. Пародонтоз қызыл иек қанауымен ерекшеленеді. Тісі тесіледі, жағымсыз иістің шығуына себепші болады. Сондықтан ондай жағдайда міндетті түрде тіс дәрігеріне көрінгені жөн. Ал үшінші бұл сілекейдің дұрыс бөлінбеуі. Сілекей ауыз қуысының тамақтан тазаруына жағдай жасайтындықтан, ол да ауыздың жағымсыз иіс шығуына әсерін тигізеді. Егер жағымсыз иістің таңертең шығатынын байқасаңыз, ағзаңызға судың жетіспегендігі. Су жетіспеген соң сілекей де дұрыс бөлінбейді. Бұл мәселені оңай шешуге болады. Күніне кем дегенде 2,5 литр су ішіңіз. Төртінші бұл дұрыс тамақтанбау. Тағамды қандай мөлшерде пайдаланатынымызға да көп нәрсе байланысты. Қант, ащы, майлы, ауыр тамақтарды ұйықтар алдында қолданбаған дұрыс. Керісінше көкөніс, жеміс-жидек, ірімшік, айран, жұмыртқа, сүт тағамдарын, құрамында магний, селен, Д, С, Е санды дәрумендері бар тағамдарды көбірек пайдалануға тырысыңыздар. Егер сізде қант диабеті, бүйрек, асқазан аурулары бар болатын болса да, ауыздан осындай жағымсыз иіс шығады. Сондай-ақ тыныс алу жолдары инфекциясынан да пайда болуы мүмкін.